Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қаржы Ашық YouTube арнасы. Соңғы кездері қазақстандықтардың жеке мәліметін қолданып, олардың атынан түрлі айламен кредит рәсімдеп жатқандардың саны көбейіп жатыр. Алай құрбаны болғандардың айтуы бойынша, олар біреудің атынан тіпті 4-5 несие рәсімдейді. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін не істеу керек? Алаяқтардан қалай сақтануға болады? Онлайн несие мен алаяқтардың жаңа түрі жөнінде 4-ші шығарылымда сөз қозғайтын боламыз. Бірінші кредиттік бюроның мәліметінше, өткен жылы халыққа шамамен 120 миллиард теңге қарыз берілген. Қазір шұғыл ақша қажет болса, мәселе оп-оңай шешіледі. Себебі онлайн несие бар. 21 жастан асқан адамдарға несиені оңды-солды үлестіретін қызметтің бұл түрі клиенттен жеке басты куәландыратын құжат қана талап етеді. Жұмыс орнынан табыс жөнінде анықтама, зейнетақы жарнасын аударатыныңызды растайтын құжат, несие тарихы қажет емес. 15 минут ішінде қалтаңызды қампайтып, әмияңызды толтыра аласыз. Бәленің бәрі қарызда қайтарған кезде басталады. Мысалға, несие төлеуге ақша таппай онлайн сервистен 49 мың теңге алуға болады. Сөйтіп, қарыз үстіне қарыз жамайсыз. Онлайн несиені 72 мың теңге етіп қайтару керексіз. Алайда көрсетілген соманы дер кезінде тауып бере алмай, 3 айдың ішінде қарызыңыз 142 мың теңгеге өсіп кетеді. Өйткені қарызды кешіктірген әркімге өсімпұл қосылып отырады. Қазір құжат бойынша онлайн жүйе арқылы несие алу жағдайы көп болып кетті. Алаяқтар жоғалған, не ұрланған құжатты пайдаланып, несие алуы мүмкін. Өзге адамның төлқұжатын пайдалану арқылы несие алған адамдарға заң бойынша алаяқтық бабымен қылмыстық іс қозғалуы керек. Тіпті олар қарыз екенін коллекторлық компания өкілдері берешекті қайтаруды талап еткен кезде білген. Тексере келе анықталғандай, алаяқтар бөгде адамдардың төлқұжатындағы мәліметтері арқылы шағын қаржы ұйымдарынан несие рәсімдеген. Қыркүйек айында мен үйіме повестка келіп тұр. Осылай сіз кредитті төлемей жатсыз, микрокредитный организация, жаңа коллекторский организацияға сіздің жұмысыңызды берді. Сізбен енді судебный исполнительдар сізден ақшаны талап етеді. Енді мен айтамда, қандай сумма десем, 120 мың теңге алған сіз, сол қазір проценттері өсіп, пайызы өсіп, жаңағы коллекторский организацияның пайызы бар, өзінің услугасы дейді ғой, сонысымен менің жаңағы кредитім 500 миллионға шығып кеткен. Жалған несиенің тарихын тексергенде ботагөздің төлқұжат мәліметтері сәйкес келгенімен мекен жайы, телефон нөмірі өзіндікі болмай шыққан. Ол рәсімделген несиені растау туралы телефоныма ешқандай хабарлама келген жоқ дейді. Алаяқ қомақты қаржыны банкомат арқылы шешіп алған. Ал ондағы бейнежазба 2 айға дейін ғана сақталады екен. Немесе басқа жағдайды қарастырайық. Қажеттілік туындап 30 мың теңге несие аласыз, бірақ келісім шартты жөнді оқымайсыз. Бір айдан кейін 48 мың теңге төле деген хабарлама келеді. Қалай сонда? 60% үстемақы қосылған ба? Амал жоқ. Тиісті соманың барлығын төлеуге мәжбүр боласыз. Айта кетейік, Қазақстанда ең алғашқы онлайн несие 2014 жылы рәсімделген. Бүгінде елімізде 2000-дай компания онлайн несие берумен айналысады. Былтыр онлайн несиеге қатысты 1 миллионға жуық келісімшарт жасалған. Жалпы саны 248 мың теңге клиент онлайн несие алған. Бұлардың 76-сы ғана құқықтардың бұзылғанын айтып, тұтынушылар құқығын қорғау қызметіне шағымданды. Бірінші кредиттік бюроның мәліметінше, өткен жылы халыққа шамамен 120 миллиард теңге онлайн несие үлестірілген. Өкінішке қарай, жеке мәліметтердің интернетте тарап кетуі тоқтату мүмкін емес. Себебі, бір жеке куәліктің өзі түрлі базада сақтаулы тұр. Ал алаяқтарға олардың скандарын алу қиынға соқпайды. Олар көбіне несиелерді онлайн рәсімдейді. Онлайн қарыз беретін микроқаржы ұйымдары соңғы кездері қарыз алушылардан суретке түсуді талап етпейді. Кей жағдайда сол ұйым қызметкерінің алаяқтыққа қатысы бар болып шығады. Сондықтан да интернет алаяқтар борышкерлердің қолын өтірік қойып, несиеге алған ақшаны өз шоттарына аударып алады. Алаяқтар жиі қолданатын тағы бір әдіс дисконт картасын ашамыз деген ұсыныспен ол адамның атынан несие алу. Алаяқтың бұл түрі де бүгінде кеңінен таралған.
Әсіресе ойын-сауық орталықтарында адам көп жүретін жерлерде белгісіз біреулер немесе өзін промоутер ретінде таныстыратындар қандай да бір дүкеннің дисконт картасын тегін ашамыз береміз деп анкетаны толтырғызады. Ол адамға қатысты барлық мәліметті алып алады. Онда тұтынушының аты жөні, мекен жайы, тіпті паспортына қатысты мәліметтер толтырылуы керек болады. Содан клиент дисконт картасын алдым деп сеніп қалып, негізінде оның атына көп болмаса бірнеше мың теңгеге несие алынғанын білмей қалып жатады. Алаяқтардан қалай сақтануға болады? Өзіңізге қатысты жеке мәліметтерді, оның ішінде жеке басты куәландыратын құжаттардың көшірмелерін ешқашан және ешқандай жағдайда бейтаныс адамдарға хабарламамен болсын жолдамаңыз. Суретке түсіруге тіпті тыйым салынады. Әсіресе әлеуметтік желіде жариялаудан аулақ болған жөн. Өзін қаржы ұйымының қызметкерлері ретінде таныстырған адамдардың қоңырауына сенбеңіз. Оларға жеке мәліметті айтпаңыз. Тіпті аты жөніңізді де айтпаңыз. Амалсыздан онлайн несие алғанда қаперде ұстайтын қосымша бірнеше ақыл кеңесті ұсынамыз. Ең алдымен Казфинтех KZ сайтына кіріп, сіз несие алатын компания Казфинтех қауымдастығына кіре ме, жоқ па, соны тексеріп алыңыз. Компанияның сайты, кеңсесі, барлық сұрақтарға жан-жақты жауап беретін қолдау қызметі бар ма? Онда анықтаңыз. Жеке куәлігіңізді бөтен адамдарға бермеңіз. Кей терминалдар несие бергенде адамның түріне мән бермейді, тек құжат бойынша рәсімдей береді. Өзі несие алмаса да, сондайлықтарға тап болған талай адам тұтынушылар құқығын қорғау қызметіне жүгініп, әуре сарсаңға салынып жүр. Өз атыңыздан өзге адам сіздің атыңыздан несие алған болса, қарыз шарты бойынша тиісті банкке бару қажет. Егер өз атыңыздан несие алғанын анықтасаңыз, ішкі істер басқармасына арыз түсіруіңіз керек. Сонымен қатар банк бөлімшелеріне де арыз түсіру қажет. Олар қарыз шартын беріп, тиісті тексерістер жүргізеді. Банк тарапы несиеге қатысты құжаттаманы береді. Ол құжатта несие алуға қандай өтініш берілгені, шартқа қалай қол қойылғаны және кассаның қаражаты алғанына дейін барлық ақпарат тұрады. Банкте несие алынғаны туралы шартты талап ету керек. Сол шартты алып, сотқа қарыз шартын жарамсыз деп танысын деп талап қоюға болады. Кейде тіпті банк тарапы да несие алушы қарызын өтемей жатыр деп сотқа шағымдануы мүмкін. Ондай кезде соттың шешімімен келіспеймін деп судьялар жеңілдетілген жолмен қарастырып жатыр. Яғни сотқа ешкімді шақырмай-ақ шағымданушы банкке өтіш берсе болды. Өздері қарай салады. Соттың шешімімен келіспей, күшін жоюын талап етіп, қайтадан қарастыруды талап ету керек. Сот барысында шартқа қол қоймағаныңызды талап етуіңіз керек. Егер өзіңіз шартқа қол қоймаған болсаңыз, сараптама тағайындауды сұрау қажет. Сотта қарсы пікіріңізді білдіруіңіз керек. Яғни банк қарыз ақшаны өндіру туралы талап қойған жағдайда, ол талаптан бас тартуды және оны қанағаттандырмауды сұрау қажет. Сол жағдайда сараптама тағайындалады. Сараптама бойынша несие алушы тиісті түрде шартқа қол қоймағаны дәлелденсе, сот банктың талабын қанағаттандырмайды. Бұдан бөлек ішкі істер басқармасына қылмыстық іс қозғау туралы шағымдануға болады. Сол бойынша басқарма тиісті тексерістер жүргізіп, кінәлі адамдарды табады. Алаяқтар табылған жағдайда қылмыстық кодекстің 190 бабы мен алаяқтық бабы бойынша іс қозғауы мүмкін. Кей жағдайда несие беретін адамды да мұқият тексеру қажет. Себебі несие беруші мен өзге адамның төл құжатымен несие алу сыбайлас болуы мүмкін. Бізде осындай жағдайлар да көп кездесіп жатыр. Қылмыстық іс қозғалған жағдайда қылмыстық кодекстің қай тарауына жататынын анықтағаннан кейін тағайындалады. Іс қозғалған жағдайда қылмыстық кодекстің 190 бабы бойынша 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4-ші бөлігі деп бөледі. Алаяқтық бабы бойынша өзге адамның атынан несие алғаны дәлелденген жағдайда 1-ші бөлік бойынша сараланады. Егер алаяқ бір емес, бірнеше адамның атынан несие алған болса, әрбір қылмысы бір бөлім болып саналады. Яғни 10 адамды алданған болса, 10 бөлім деп есептеледі. Осы бойынша 2019 жылы заңға өзгеріс енгізілді. Қылмыс бөлімі көбейген адамдарды 3-ші бөлікке ауыстырады. Яғни 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Оны сот белгілейді. Қорытындыға келгенде, абай болыңыздар. Жеке мәліметтеріңізді кез келген жерде қалдырмаңыздар. Құжаттарыңызды жоғалтып алмаңыздар. Ал жоғалып кетсе, дереу алдын алу шараларын ұйымдастырған жөн. Ең бастысы салқынқандылық сақтап, әрбір әрекетіңізді ойлап жасаңыз. Алаяқтарға алданып қалмаңыздар. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір білдіріңіздер.